Сәлем достар, бүгін лағман дайындаймыз. Алдымен қамырына жұмыртқа, жартысы шай қасық тұз және жылы су құйып қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дайын, целлофанға салып демалдырып қоямыз. Көкөністерімізді дайындаймыз. Бізге керегі редька, картоп, сәбіз, пияз, болгар бұрышы, укроп, чеснок және сельдерей. Барлығын соломка қылып турап аламыз. Мінекей барлығын турап алдық. Қызып тұрған қазанға май құямыз. Етті салып, ұзақты қосып қоямыз. Қуырылған соң пиязымызды салып, 5 минут қуырып аламыз. Одан соң редька, сәбізді салып 10 минуттай қуырып аламыз. Мінекей қуырылды. Одан соң сельдерейді салып, тағы 5 минутқа қуырып аламыз. Bir ас қасық томат пастасын салып, су құйып 20 минуттай тоқтырамыз. Ол уақытта қамырымызды бір рет созып қоямыз. Қазанға картоп және болгар бұрышын салып 20 минуттай қайнатамыз. Лағманымызды екінші рет созамыз. Мінекей дайын. Енді қайнап тұрған суға жарты шай қасық тұз салып, қамырымызды пісіріп аламыз. Қамырымыз дайын, жабысып қалмас үшін байлап қоямыз. Азғана сорпамыз дайын. Чеснок және укроп салып 5 минут тоқтырамыз. Мінекей достар, лағман дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Назарларыңызға рахмет.